Шынын айту керек, соңғы кездері жаңа Қазақстан деген сөзді мазаққа айналдырушылар көбейді. Бүкіл елді дүрліктіріп, айдың күннің аманында топан су басып халқымыз тентіреп кетті. Әлеуметтік желіде қираған үйлер, су басқан өңірлердің жан айқайы әр жерден бір естіліп, бірі ескі Қазақстанды, енді бірі жаңа Қазақстанды кінәлап жатыр. Алайда мен бұл жолы осы пікірлердің арасында әлеуметтік желіден көрген мына бір пікірді жиі кездестіріп, кәдімгідей ойланып қалдым. Ол қандай пікір дейсіз ғой? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook'ты ашып қалсаңыз, әлгі суға кеткен өңір халықтарының жан айқайы айтылып, сондай видеолардың кейбірінде ескі Қазақстанды аңсаушылардың мүмкін әдейі, мүмкін шын қалауы кім білсін, Назарбаевтың кезі жақсы еді, қазір түкірсең штраф, боқтасаң штраф, Насыбайға тыйым салынды, атамызды қайтарып аламыз ау деген мессендждер өріп жүр. Оны сіз де байқаған шығарсыз. Енді осыған байланысты өз ойымды айту үшін видео жариялап отырмын. Бірден айтайын, мен Тоқаевтың не болмаса жаңа Қазақстанның жанкүйері, оны қолдаушысы да емеспін, және оны даттап, оны жамандаушы да емеспін. Тарих сарапшысы ретінде сырттай не байқадым, соны айтамын. Өйткені Тоқаевты жақтаушы блогер, әншілер онсыз да толып жатыр. Оның бер жағында парламентте отырған депутаттардың Тоқаев туралы қандай әңгіме айтатынын өзіңіз де білетін шығарсыз. Мен Назарбаевты қайтарып шақыртып алу керек дегенге түбегейлі қарсымын. Неге? Себебі бүгінгі болып жатқан былықтардың шамамен 80-90% сол Назарбаев жүйесінің кезінде қалыптасқан, немесе шешімін таппаған мәселелер. Осы топан суға байланысты бір ғана мысал, 2010 жылы Қызылағаштағы топан су Назарбаевтың кезінде болды емес пе? Айта берсең толып жатыр. Оны өздеріңіз интернеттен ашып ақпаратты оқып алсаңыздар болады. Саяси, экономикалық мәселелердің барлығы не себепті Тоқаевтың кезінде тұс-тұстан шығып жатыр? Неге Назарбаев кезі біздің халық үшін құдды бір тып-тыныш кез сияқты көрінеді? Бар мәселе бүгінгі ақпарат ағынында. Мен Назарбаевтың кезеңін қазақтың мына бір сөздермен суреттер едім. Назарбаев кезінде бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп былығып жатқан дүниелерді халыққа айтпады. Максималды түрде құпия ұстады. Бүгінгідей ашық эфирлер атымен жоқ ет деуге болады. Ол кездері газет, журналдарда Назарбаев, телевизорды қосып қалсаң Назарбаев, мекемелерде Назарбаевтың аты жаңғырып тұрған жерде халықтың мәселесі шетке ысырылып қала берді. Ақпарат болған күннің өзінде де ол ақпарат биліктің қатаң фильтрінен өтіп қана халыққа ұсынылды. Ал бүгіндері кез келгеннің қолында телефон, әлеуметтік желіге сол сәтте жариялап жібереді. Ол бүкіл Қазақстанға сол сәтінде-ақ тарап кетеді. Бірнеше күн күтудің қажеті жоқ. Тоқаев билігінің қателіктері жоқ деуге болмас, бірақ әділін айтайық, дәл Назарбаев кезіндегідей емес ілгерілеу бар. Сонымен қатар, мынаны да айту керек, Тоқаев тұсында мәселелер шешімін таппауы мүмкін. Оны ашық айтуымыз керек. Ол да де-факто жағдай. Алайда Назарбаев кезіндегідей жабулы қазан жабулы күйінде қалмайды. Мәселелер шешілмесе де әйтеуір ашық айтылады. Ал бұл ілгерілеудің алғашқы баспалдағы деуге болады. Егер үлкен әлемдік тұрғыдан алып қарайтын болса, қазақтың соңғы 200 жылдағы тарихын былай суреттеуге болады. 1847 жылы Кенесары ханмен бірге қазақ хандығы келмеске кетті. Қазақ жері түбегейлі Ресейдің меншігіне өтті. Патша қалаған адамына жерді оңды-солды тарата алды. Былайша айтқанда Қазақия ақ патшаның жеке меншігіне айналды. 1917 жылы Ленин бастаған коммунистер патшаны тағынан төңкеріп тастады да Кеңес одағы құрылды. Сталин кезінде жаппай террор, қуғын-сүргін, тоталитарлық жүйе күшейді. Хрущев келді де аздап жылымық дәуірі басталды. Брежнев тұсында нан болса ән болады деп әйтеуір жақсы болсын, жаман болсын халықтың қарны тойды. Әрине, шикізат мұнайдың жемісі ғой. Одан соң Горбачев тұсында одан әрі еркіндік күшейіп, қайта құрумен бірге Кеңес одағының да күні батты. Алайда кеңестік жүйе қанша дегенмен қатаң компартиялық жүйе болатын. Қазақтың билігі өзінде болған жоқ. Әлгі компартияның шинелінен шыққан Назарбаев тұсында билік қазақтың өзіне бұйырды. Алайда Назарбаев тұсында бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп
мәселелер жабулы күйінде қала берді. Бетін сылап сипап қойған іріңді жара 30 жыл бойы Қазақстанды қинаумен болды. Ал Тоқаев тұсында сол іріңді жара әр жерден бір атылып, жылдар бойы жамап жасқаған, бетін жылы жауып қойған дүниелер елдің әр тұсынан бір шығып жатыр. Тағы да айтамын, Тоқаев тұсында бұл мәселелер ашық айтылады, бірақ оның билігі тұсында бұл мәселелер түбегейлі шешімін табады деу ақылға қонбайды. Ал одан кейінгі президент тұсында қанды іріңді бір жолата шығарып, енді жараның орны бітеле бастайды. Алайда ол қандай президент болады? Мәселе сонда. Ал Назарбаевты кері қайтару деген ондаған жылдарға кері кету деген сөз. Назарбаев халыққа беретінін, бойындағы қарым қабілетін сонау 2000 жылдардың басында беріп тауысқан адам. Ал енді бүгінгі басшылыққа практикадан өткен мынадай ұсыныс айтар едім. Есте ұстау керек, мынадай қағида бар билік иелері үшін: халыққа өзіңнің қолыңнан келмейтін, ақылға сыймайтын бос уәде бермеңіздер. Жалған үміттендіру коммунизмнің түбіне қалай жеткенін өздеріңіз көрдіңіздер емес пе? Гитлер басып кіріп әлемді үрей жайлағанда, халқын үміттендірудің орнына елдегі шынайы жағдайды ашық айтқан Черчилль өзінен бір ауыз сөзді күтіп отырған, телміріп отырған халқына былай деді: менің сіздерге қан, еңбек, көз жасы және терден басқа ұсынар ештеңем жоқ деген екен. Сөйткен алақандай ғана Британ аралы бүкіл Еуропаны жайпаған Гитлерді тоқтатты. Сондықтан бүгінгі елдің саяси идеологиясымен айналысатын басшылар елдегі жағдайды шынайы халыққа айтып, халықпен бірлесіп қимылдағанда ғана бұл қиындықтарды еңсере аламыз.